Көңілдесті қимаймын, балаларым түсінбейді. Күйеуім тоқалын таңдап еді, ақырында араққа салынып кетті. Болған оқиға. 22 жыл отасқан күйеуіммен ажырастым. Осы уақытқа дейін әр тірліктің басын бір шалып, мардымды табыс таппаған күйеуім менің көзімше шөп салып жүрегімді қатты жаралады. Бір күйінетінім, күйеуімнің бар еркелігін көтеріп едім. Өзім саудамен айналысып жүріп, үлкен етіп үй тұрғыздым. Оған несиеге қымбат көлік әпердім. Ал ол сол көлігімен көңілдесін қыдыртып, сайран салып жүріпті. Біздің ажырасуымыз өте ауыр болды. Оны опасыздығына көндіге алмай, төбелесуге дейін бардық. Көлікке, үйге таластық. Көңілдесін тауып алып, оны да оңдырмадым. Ер жетіп қалған балаларыма да оңай тимеді. Бірақ жеме-жемге келгенде күйеуім көңілдесін таңдап, бізден кетіп тынды. Отбасылық мәселеден кейін күйзеліске ұшырап, бір жылдай жұмысты тоқтатып қойдым. Күні-түні төсектен тұрмайтын, ас ішуге де шамам жоқ, нервтен буын-буындарым ауырып, өз денемді көтере алмайтын халге жеттім. Баяғыдай ағыл-тегіл ақша жоқ, балалар да ішіп-жемнен қинала бастады. Осы кезде марқұм анам көп жәрдем берді. Етін еттей, сүтін сүттей тасып, немерелерін асырады. Бір күні 2 балам мен қызым отырғызып қойып әбден ұрысты. Қашанғы осылай жатасың, саған біз емес бай ғана керек пе сонда, деп реніштерін білдіргенде бірден есімді жинадым. Кеткен бай кетті, қалған өмірімді балаларыма арнаймын деп шештім. Бұрынғы саудама қайта шығып, 2 бүйіріміз томпайып, бетімізге қан жүгіре бастады. Араласып жүрген құрбыларыммен гәп ойнап, ара-тұра кафелететінбіз. Сондай күндердің бірінде бір еркекпен таныстым. Әйелінен ажырасып бөлек тұрып жүрген екен. Бірден маған ғашық боп, артымнан қалмай қойды. Оған деген көңілім болмаса да, жанымда жүруге рұқсатымды бердім. Қайрекең жалғызсырап жүргенімде жаныма демеу болады. Алғашында қыз бен жігіт сияқты тығылып кездесіп жүрдік. Арада бір жылдай уақыт өткенде ол жарыққа шыға бастады. Қайтемін, саудаға жәрдем беретін адам керек. Өзім көлік айдай алмаймын, ал Қайрекеңнің көлігі бар. Таңғы 4-5-те көтерме сауда базарына барып, керек жарағымызды аламыз. Жәшіктерді көтеріп, көлікке тиейтін адам керек. Соның бәріне ол кісі жәрдем береді. Ал ұлдарым өкінішке қарай ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүруге дәнігіп қалған. Әлкері сияқты жалқаулау. Таңғы сағат 6-да тұрып, менің тауарларымды әрлі-берлі таситын олар ма? Бар тапқан таянғанымды солардың ауыздарына тығам. Жұрттан кем болмасын деп киім әперемін. Ал көңілдесім Қайрекең еш ренжімейді. Сені қатты жақсы көрем, аяймын, жалғыз өзіңе оңай емес қой, сондықтан да бәріне көнемін деп ашық айтады. Өзі менен бір тиын сұраған емес, өз табысы өзіне жетеді. Оған өз басын сенемін. Менің өміріме Қайрекең келгелі үйден тыныштық кетті. Ер жетіп қалған 2 ұлым қабылдай алмай, сойқан соқыр көрсетіп жатыр. Альфонс деп намысына тиеді. Ішіп алып Қайрекеңді ұруға дейін барды. Сенің басқа еркектің қойнында жатқаныңды көргім келмейді дейді. Олай болса, таң сәріде тұрып менімен бірге саудаға шығыңдар, ауырымды жеңілдетіңдер деп кесіп айттым. Мақұл, бәрін өзіміз қатырамыз, деп Қайратты үйден қуып шықты. Бірақ берген уәделері 2 аптадан аспады. Таңертең ұйқыларын қимай жатып алады. Амал жоқ, такси жалдап өзім кетем. Әбіржіп денсаулығым құри бастады. Менің шаршап жүргенімді Қайрат біреулерден естіп бітіпті. Дүкеніме іздеп келгенде жылап жібердім. Мен сені жалғыз тастап кетпеймін деп құшағына қысып маңдайымнан сүйді. Зіңгіттей балаларының көзінше бөтен еркекпен жүру жақсы емес, ұялмайсың ба, деп баз біреулер ақыл айтқанда не айтарымды білмей қалам. Шынында да, жасым 50-ге таяғанда менің мынау қылығым ұят қой деп ойлаймын да. Ал жанашы жандар, кетер күйеуің кетті, енді өз өміріңді ойла. Балаларың кішкентай емес, өз күндерін өздері көрсін, жұмысты істеп ақша тапсын, масылдыққа үйретпей дегенде тағы ойланам. Қайсысы дұрыс? Бауыр етіп балаларымды ренжітіп қойып, жайбарқат жүре алмайтын сияқтымын. Бірақ ертең бұлар үйленіп тұрмысқа шығып кеткенде жалғыз қалып кетуден қорқамын. Қысқасы, шақшадай басым шарадай болды. Шынымды айтсам, өмірден шаршадым. Тіпті туған-туысқан таныс тамырлардан да қатты ұялатын болдым. Жұрттың бәрі мені өсектеп, сөз ететіндей қарадай қысыламын. Бірақ күн көру керек. Мен бір күн саудаға шықпадым ба?
сол күні үйде тамақ жоқ деген сөз. Ал әкелерінен еш қайыр жоқ. Көңілдестен көңілі көшіп, жағдайы жақсы болмады. Менің налам жібермеген шығар, ішімдікке салынып кетіпті.